Мен Қуанышқалиева Сарбиназ Нұртасқызы, Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің түлегі, Алматы қаласындағы үздіксіз білім беру университетінде резидентура аллергология мамандығы бойынша оқуымды жалғастырдым. Алматы қаласындағы республикалық аллергологиялық центрда және де екінші қалалық балалар ауруханасында еңбек жолымды бастадым. Атырау қаласына 2022 жылы келіп, 5-ші қалалық емханада аллерголог маманы болып жұмыс жасаймын. Бұл мамандықты мен статистикаларға қарап таңдадым. Ол бойынша дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеулер бойынша алдағы уақыттарда аллерголог мамандығына сұраныс өте көп болады екен, себебі экологиялық факторларымызға байланысты, өмір сүру салттарына байланысты аллергологиялық аурулардың көбеюі себептен. Және де өзімнің семьямда аллергиялық аурулармен ауыратын адамдар көп болды. Және де өзімде атопиялық дерматит, яғни тері ауруы өте ауыр дәрежеде өтті. Сол себептен ең бірінші емді өзімізден бастайық, және де кейін халыққа да көмегіміз тисін деген мақсатпен осы жолды таңдадым. Маған аллерголог кеңесіне көптеген диагноздармен пациенттер қаралады. Оған бронхиалды демікпе, атопиялық дерматит және есек жеммен көп пациенттер, сезонды аллергия, қазіргі таңда бізде Атырауда өте көп. Сол диагноздар бойынша барлық профилактикалық және емдеу жұмыстарын және диагностикалауды мен жүргіземін өзім. Мысалға, бронхиалды демікпемен бізге өте көп пациенттер қаралады, өте ауыр ағымды дәрежеде деп қаралады. Сұрастырып пациентті, сұрастыра келе ингаляторларды дұрыс қолданбайтын біздер көреміз. Сондай біздер барлық диагностикалық, профилактикалық жұмыстарды жүргіземіз. Барлығына қалай қолдану керек, қандай деңгейде, неше рет күнде қолдану керек, барлығын айтып түсіндіреміз. Поликлиника бойынша біздің мақсатымыз ауыр дәрежелі жағдайға жеткізбеу, солардың алдын алу мақсатында. Сол себептен бағана айтып кеткен барлық диагностикалар жүргіземіз. Қосымша порталдармен басқа қалаларға кеңес алу мүмкіндігі болса, оны да ұйымдастырып жолдаймыз. Және де өзімде емін беріп, барлығын қадағалап отырамын. Қазіргі таңда Атырау қаласы бойынша белең алып тұрған аллергиялық аурудың біреуі сезонды аллергия. Қазіргі таңда бізде сорные травы гүлдеп жатыр. Олар осы шілде айынан басталып, қазан айына дейін жалғасады. Ол бойынша бізге пациенттер өте қазір көп келіп түсуде. Ары қарайғы жолы міндетті түрде бірінші дәрігерге, именно аллерголог маманына қаралу керек. Біздер қараймыз, клиникалық симптомдармен бақылаймыз, сұрастырамыз, диагностикаларын қан бойынша анықтаймыз, және де емін ұсынамыз. Жылдан жылға аллергиялық аурулардың жиі таралуына біріншіден тұқым қуалаушылық әсер ететін факторлары, одан бөлек экологиялық жағдайлар, біздегі мұнай газдарда шығарылып жатқан көптеген. Одан бөлек ұйқы режимінің дұрыс болмауы, жалпы өмір салтының салауатты емес болуынан, одан бөлек өте қатты көп стерильділікті ұстану, мысалға антисептиктерді көп қолдану, және де дәрігердің тағайындауынсыз көп көлемде қосымша БАДыларды көп қолдану, витаминдарды, антибиотиктарды дәрігерге жүгінбей қолдану көп көлемде алып келеді. Және де дәрігердің кеңесінсіз мұрынға неше түрлі спрейлар шашуға болмайды. Себебі көптеген жағдайда тәуелділікке алып келеді. Ол уже қосымша диагноз. Және де сезонды аллергияның алдын алу мақсатында аллергологқа келгенге шейін үйдегі ылғалды тазарту жұмыстарын жүргізсе болады. Терезелерді қазірге ашуға болмайды. Қосымша уақытша диета ұстану керек. Мысалға, қарбыз, қауын, помидор, огурцы, абрикос, персик, семечки, орехи деген тамақтарды қазірге жеуге болмайды уақытша.